Ол Сұлтан. Сүйінші. Сұлтан Дианаға үйленуге ұсыныс жасады. Сүйінші. Көптен күткен сәтте келіп жетті. Сұлтан біздің сүйікті бентіміз өз махаббатын тапты. Қазіргі таңда бұл жаңалық TikTok пен басқа да әлеуметтік желілерде үлкен талқыға түсіп, көпшіліктің қызу талқылауына айналды. Сұлтанның отбасы мүшелері мен қарындастары бас қосқан тәтті шай отырысының суреттері мен видеолары желіде тарап, жанкүйерлер мен көрермендерді үлкен таңданысқа салды. Бұл күтпеген жаңалық көпшілікті абдыратып, ерекше эмоциялар тудырды. Естеріңізге сала кетейік, қалаулым және қосылайық жобаларының танымал тележүргізушісі әрі редакторы Диана Скатованың кеше ғана тәтті шай бас қосуы дүркіреп өткен болатын. Бұл жиынның фото және видеолары әлеуметтік желілерде қызу талқылануда. Көпшілік кадрларда көрінген бойжеткендерді Сұлтанның қарындастары деп жарыса жазуда желідегі жұрт. Тәтті шайда Сұлтанның 3 қарындасы отырды, TikToktан көріп келдім. Бақытты болыңыздар. Иә, мен де көрдім TikTokта. Осыны күттік бәріміз, бүкіл қазақ елі болып. Менің атам сізді жақсы көреді, менен сұрап отырады. Диана, қызымды интернеттен көріп жүрсің бе деп. Бұл жаңалықты айтсам, өзінің қызын ұзатып жатқандай қуанатын болар атам. Жаным, жақсы көрем. Білмем неге туысымды көргендей болам. Диананы көрсем, жылағым кеп кетті ғой. Баянды бақыт тілеймін, деп жарыса жазды көрермендер, қолдаушы апалар мен аталар. Шынымен Диананың таңдауы Сұлтан ба? Ол жағы әзірге белгісіз. Бірақ қашанда Диана мен Сұлтанның жанкүйерлері мен қырағы Сұлтан Диананың стористерін үзбей бақылап отыратын көрермен қауым осылай желіде шулап жатыр. Иә, бұл күнге де жеттік ау. Махаббат бағында, бақыт құшағында мәңгі қол ұстасып бақытты болыңыздар деп жазды көрермендер. Диана, қызымыз бақытты болсын.